Газеттердің сіз білмейтін қызық тарихы. Газет оқисыз ба? Күнделікті жаңалықтарды оқып, білу үшін газеттің тарихы қандай болғанын білесіз бе? Біз сіздерге газеттердің қызықты тарихын баяндаймыз. Газет сөзі қайдан шыққан? Бұл атау итальяндық ұсақ тиындармен байланысты. Себебі алғашқы газеттерді осы тиындарға сатып алған. Алғашқы газеттердің үлгісі Римде пайда болған. Олар патша жарлықтары жазылған тақтайшалар еді. Ал бізге белгілі газет алғаш Францияда 1631 жылы La Gazette деп аталды. Әлемде қандай ерекше газеттер бар? Бразилияда әлемдегі ең кішкентай газет шығады. Оның көлемі шырпы қорабындай ғана. Францияда су өткізбейтін газет бар, тіпті 4 жылда бір шығатын газет те бар. Қазақстанда алғашқы газет қашан шықты? Біздің елде алғаш рет 1870 жылы Түркістан уәлаяты газеті жарық көрді. Бұл біздің тарихымыздың бір бөлігі. Газеттер туралы тағы не білу керек? Нью-Йоркте сағат сайын жаңарып тұратын газет бар. Оның алғашқы оқырмандары тікұшақ пен қоғамдық көліктердің жолаушылары болды. Газеттердің тарихына үңіліп, жаңалықтарды оқып, біліміңізді арттырыңыз. Бұл видео сізге ұнады ма? Арнамызға жазылып, достарыңызбен бөлісіңіз, және тарих туралы басқа да